Ағайын, қазір елімізді қызылша жайлап, күн сайын елді жалмап, асқынып барады. Бұл менің арысқылы рөлім, Ыбырай Алтынсарин атамызға, бабамызға арналған спектакльден. Бұндай індеттер әр заманда да болған. Сол Ыбырай атамның заманда қызылша деген індет елді жайлаған. Сол кезде Ыбырай атамыз халықтың бәрін сабырлыққа шақырып, мынау ыдыс-аяқты араластырмай, той-томалақты қоя тұрыңдар деп тазалыққа шақырған. Сол сияқты құрметті көрермендер, талаптардың бәрін сақтап, бір-бірімізбен әзірше той-томалақты қоя тұрайық, бәріне шыдау керек, үйде отырайық. Далаға шыққанның өзінде де бет пердемізді тағып шығайық. Сіздердің еліміздің амандығы керек бізге. Сондықтан жақсы күндерде кездесуге Алла өзі жазсын.